Так, блин, бұжына жұмыстан шашап кетіп болсын де шашамаңдар ма ештілдер не істеңдерсіңдер тезірек жұмыс жасаңдаршы мен шашап кетіп мына тезірек бітіріп ақшаны алып кету керек маған вообще уже бір айлық ақшаны бермеді ғой ё-моё бар ғой. Так сен не тұрсың дұрыстап жұмыс жасасай болса не қарап тұрсың маған вообще дейді. Мыналар кім жетілді танымайсыз ба мыналарды? Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам, қалайсың? Шүкір жақсы. Не болып жатыр бұл жақта? А че мына жерде военный адамдар жүр, олар кімдер тағы? Сіз не істеп жүрсіз? Біз жұмыс жасап жатырмық қой. Вообще ана жаққа барыңыздар, вообще ана жаққа бұл қауіпті жер. Біз сіздерге жауап береміз егер бассаңыздар. Сен сөйлемеш вообще. Ошым бізге дейтін сен налогтан келіп тұрсың, ошым ақшаны төлемегенсің, қашан төлейсің? Қандай налог? Налогам үйдің налогы кемес пе? Ой, ол келіп қойды ма не уже дейтін? Мен қазір менің сен төлемегенің уже 2 ай болыпты ғой. Үндемедік алдыңғы ай. Осы жолы келіп тұр, қазір көтіңді айырып жібереміз. Ойбай, ондай керегі жоқ. Ақшаны төлеймін, бірақ қазір менің айлығымды бермей жүрген 3 ай болды. Анау бай дейтін, егер содан ақшаны алсам берем. Бірақ менің өзімнің вообще ақшам жоқ. Мына көріп тұрсың. Проблемаңды айтпашы, жапшы аузыңды. Берден бересің, аты көтіңді айырып жіберейік. Уақыт беріңіздерші, маған бір апта уақыт беріңіздерші. Бір апта уақыт? Иә. Қой, бір апта бере алмаймын саған. Енді мен ақшаны алуым керек қой, байдың ол маған бермей жатыр айлығымды. Ертең берем деп. Менің проблемам емес, ол бай бере ма, қайсы кедей бере ма. Немене түрің, немене өліп кеткен, точно төлей алатын адамсың, болмаса сен құлдыққа сатып жіберейік. Жоқ, құлдық емес. Қанша күн бере аласыздар сіздер маған? Қанша күн бере аласыздар? Қанша күн болғанда, короче, кешке шейін істеуің керек, кешке шейін қалай табам мен ол кабай? Жарайды, иә, табам. Все, жарайды, онда мен кеттім, мен дейтін ақша сұрайым, ақша іздеймін да, сіздер ешқандай мені құлдыққа сатпаңыздар. Ойбай, ойбай, жындамалар. Ассалаумағалейкум достар, қалдарың қалай? Сендермен бүгін мен Шрайзимен жаңа видеома қош келдіңдер. Өздерің көріп тұрғандар таң атпай жұмыстан сразу достар, яғни какой-то бір налоговыйдан келген, яғни егер сенің ақшаны бізге налог төленбейтін болсаң, сенің үйің тартып алып, құлдыққа сатып жібереміз деп айтып жатыр қысқасын айтқанда. Достар, бірақ менің айлығымды бермей жүргеннен байдың 3 ай болды, қайдағы налог мен вообще түсінбеймін достар, мен дейтін. Блин, так қазір байға бару керек бар ғой, бай ешақпас ақша бермей жүр ғой маған дейтін. Байеке. Есігін немді құпта... Ой, біл. Атсай. Фуй, байеке, шықсайшы. Ойсы. Ассалаумағалейкум, байеке, қалайсыз? Кетші, уақытым жоқ. Охранниктерден айтсаңдар, шындымада ақшаны бермей жүр ғой, не істеп жүрсің вообще? Не деп атсың? Ақшаны... Атып атқан емес, мен сені ақша сұрауға келіп тұрмын. Ақшанды, айлығымды қашан бересіз? Достар, мынау жынды ма? Ассалаумағалейкум, менің айлығымды қашан бересің, брат? Қандай айлық саған? Айлық емес, мен жақта 3 ай малып үй соғып атқан шығарам мүмкін дейтін. Айлығымды беріп, мен налог өйден кетіп тұрмын. Береміз ғой, неміне жылауқсың сен. Бүгін кешкіден ақша бермесе, мен құлдыққа сатып жіберейін деп тұрмын. Үйімнің барлығын тартып алып, маған налог төлеу керек. Давай, ақшамды бер, мен налог төлеймін болды, все, мен кеттім, мен давай. Жұмыстан шығам мен, басқа жұмыс табам мен. Сені қалай құлдыққа сатайын деп жүр, мен сен онсыз да құл емессің вообще. Дұрыстап сөйлесеңізші, мен ақша... Айбай! Кімге ғашықпысың сен? Ақша қашан бересің маған? Береміз сосын, жапшы аузын. Мен ашпаш кезгі ойнатын. Кезгі өсін сен, жынды ма адам өлейін деп атыр, кезгі өсін. Шық үйден, жаман аяғымын. Кет көр. Бәсеке, жарайды маған, кешеден ақша тауып бересіз ғой, мен сіздің бүкіл жұмысыңыз жасайым, жарайды ма, үйде болам. Ақша тауып бересіз ғой, точно да, тауып бересіз ғой. Тауып берем, давай. Мал. Достар, ойлайындаршы, мұны ақша тауып беремейді, бірақ түфіме табады ғой, ше достар нау дейтін. Ешақпас сен. Бұл таппыр алдында кешеде сөйтіп айтқан маған, айлығыңды берем, кешкеден тауып берем дейді, кешкісін үйіне барсаң жоқ.
достар ойлаңдаршы, бұл лақыдық па дейді осы дейтін. Так достар, сол үшін менде бір идея келіп тұр достар. Давайте достар, мен дейтін осы байды пранк жасайын. Бұлар мені қандай пранк дейтіндер болса, қазір мен достар осы жерде тұрып, мен неге айналатын боламын достар? Мен яғни полицейский болып, яғни мент болып, мен олардың үйіне барып қорқытатын боламын. Яғни үйіңді төленбейтін болсаң, яғни то есть егер үйіңді босатпайтын болсаң, мен үйіңді жарам, мен сосын жұмысыңды алып қоямын деп достар. И сосын достар, ол яғни өзінің үйіне кеткенсің, мен оны үйін тонайтын боламын достар. Бұл менің ойымша өте идеальный, яғни план сияқты. Ал сендер өздеріңді пландар жазып кетіңдер, егер сендер байлар сендердің ақшаны бермей қойғанда, сендер олардың үйлерін қалай тонайтын едіңдер. Ал достар, біз видеомызды қарай кеттік, йоу. И достар, ойлаңдаршы, мен все, мен қарада мен өзімне, яғни үстіме полицейскің киімін киіп алдым, бай қарап тұр ғой, шақпас қарамай ақ қойсын, так тыныш отырайын. Достар, қазір біз яғни осындай менттің киімін киіп алған болатынбыз, яғни полицейскің киімін киіп алдық, және де қазір достар біз дауысымызды өзгертетін боламыз. Сол кезде бізді мүлдем танымай қалады. Достар, қазір біз оның үйіне барып қорқытатын боламыз. Достар, менің дауысым өзгерді ме, өзгермеді ме, сразу жазып кетіңдер комментарийға. Я все. Так, қазір қолымызға бірдеңе алайық, оружие алайық, так, оружие алайық. Так. Эй, на үйде кім тұрады, ей! Эй! Эй! Ай, бауына өліп қалыңыз. Көрші, достар, қазір мына бай өліп қалып, достар, қазір ол қайттан шығады, достар, ол бірақ қазір қорқытатын боламыз, қазір ол шақтан шығады, ол қақтан келетін еді ол. Так, достар, ойлаңдаршы, ол өзінше, ішінде қараңдаршы, қаншама байлығы бар, машқұсар, алмаздар. Бірақ оны біз әрине алмаймыз, өйткені біз мент, достар, все. Так, ол қақтан келетін еді, так, байғақта. Ассалаумалейкум, бері қара деймін. Ей, бері қара. Мене вәле, не болып кетті көзім қалып кетті. Бері қара деймін. Мынауың дейді, кәдімгідей. Мен біз сындырып кіре беремін, онда мен дейтін. Так. Тым байқамаймын, немен өлі. Бүйтсекші. Мәзал. Ей! Салам алейкум. Әкең аузы, ойбай. Не, танымай тұрсың ба не мені? Ойбай, кімсің сені? Қалай кімсің сен? Мен деген көрмей тұрсың ба не сен менің? Званияңды айт. Званиям нең бар? Офицерім, давай кір бол. Офицермін? Көп сөйлеме, давай бол, бергел. 306 бапты орында. Үш бабыңды, менің атым Марғұлан, түсінің ба? Жүр бол, жүр! Мен ұшын сияқты бол. Тыңда. Кешіріңіз. Кешір алмайым мен. Тасыңызшы енді қазір дейтін, сізге бір дейтін күшті қонақжайлығымды танытып жіберейін. Қонақжай, панажай керек емес, мен онда адамдар емес, сен не визитка, не сен маған дейтін. Визитка бергім келіп тұрма не, сонда маған все, бап, тағы да бір статья кетті, короче, 2 статья жазылды саған, тыңда. Мынау жынды ма, мен саған визитка ұсындым ба? Бер шық онда, бұл. Дәлдей алмайсың ғой бәлі болым, жынды ма? Көп сөйлеме. Болды, үйім. Сен мен үйім жарғаның үшін білесің ба, қанша статьяға кететінін? Қызық емес маған, түсің ба? Мен офицер, мен бәрін істей алам. Тыңда. Короче, сен үйіңнің, сен өзіңнің, яғни адамдарыңа айлық бермегеніңе көп болыпты, нақа өлтіріп тастайым қа. Бек пе садағыңды? Болды. Короче, енді егер сен 15 миллион теңге төлемейтін болсаң, үйіңнен қуылас, үйіңді тартып аламыз, көлігің вертолеттің... 15 миллион теңге? Кетей! Ешек баспа мынау? Болды. Мен 15 миллион теңге қақтан табам мен дейтін жынды ма? Маған қызық емес, 15 миллион теңге төлейсің штраф, или үйіңді бүкін тартып аламыз. Бұл маған емес, оны Тоқаев айтты. Именно саған айтты, түсінің ба? Жоңқайт. Қалай сөйлейсің біздің президентіміз туралы? Давай, бол. Короче, тыңда, егер кешке дейін, егер сен үйіңде болмайтын болсаң, сені әлемнен қуып жібереміз Майнкрафттан, түсінің ба? Егер сен үйіңде отыруың керек, ақшаң болу керек. Егер үйіңде ақшаңда қонбашы, сүйрез айтып тұрсың ба? Не, mesela ойып тұрған адам сұқтың ба, не mesela? Болды мынау. Сен атпасай білесің ба, сен гражданский қол көтергенің ішінде. Майнкрафтта бәрібір екен ойбай. Болды. Все, тыңда, мен кешін өмірде болғанда ол көтіңді айыр жіберетін. Не түсіне, бол, болды. ақшаң тап, құры бар.
Мен саған не 15 миллион несе, мен 15 миллион төлей алмаймын, ондай ақшам жоқ менің. Құры давай. Ондай ақшам жоқ менің. Қызық емес, кешке дейін тауып қоятын бол, үйде бол. Егер үйде болмайтын болса, өлтіріп кетеміз. Түсінің бе? Өзіңді құлдыққа сатып жібереміз. Бол, құры. Болды, кешке шейін сатып берем, я болды, давай. Құлдыққа сатып жібереміз. Құның қанша миллион тұрады сенің? Құлдыққа сатып жібереміз? Иә. Мен кім алады құлдыққа, қомаш? Алатындар көп, Афғанстанға сатып жіберем. Құры бар. Алмайды, мен ақшам көп. Короче, достар, ойлаңыз, мынаны қорқытып жіберген соңсыздар. Короче, қазір сар мен сразу дауысым қайтты, өзім дауысым апарайын. Все, қазір енді біздің, яғни по плану бойынша қазір біздің үйімізге бай келеді қайтан, яғни чтобы сен менің үйімді несеш, яғни мен үйіме қарай тұр, мен бұл елден қашып кетем деп достар. Яғни егер бұл қашпайтын болса, қазір бұны өте қиын штрафтар күтіп тұр. Сіздер өзің көрген естігендей. Қазір көреміз не болатынын. Все, қазір мен өзімнің киімдерімді ауыстырып, қазір тып-тыныш үйде ұйықтап жатқан сияқты боламын. Все, так, қазір үйге кіріп кетейін, тыныш үйге кіріп кетейін. Так, бай жүрекім. Мен көріп қойған жоқ мен де. Так, тыныш жабамыз. Все, қазір достар менттен біз адам айналатын боламыз. Так, қазір достар бізде қандай немне кнопка бүйтеміз. Все, вот достар, вот мен шейзем. Все, вот достар, қазір ұйықтап жатамыз. Тыныш, так. Ей, кедей. Кедей несі, қайсы кедей деп атқан мені. Ашы бол ем мынау, ұйықпас. Ойбай, сасығы несі, ассалаумалейкум. Бол ше, нау не істеп атсың, топас. Шықше бермен қарай, сен сөйлесу керек. Не үшін? Бол ше, бермен қарай. Ақша таптыңыз ба, беріңші, мен төлеп ақшаны қойше, өзім косяк кіріп атым, жапша өзімді. Косяк не короче, қазір тағы бір сұрақ қойсаң ше. Болды, басқа ақша берсеңіз болды, сим, айтайын. Короче, сен дейтін ше, сәз ішінде ақ дейтін, жетелдер естімесін аналар кімдер. Жүш болса, жүгірсей. Не болды сонша ұрысып атқанын нес? Басың жасамайған ба бұлай? Ау. Болды, брат. Болды, ақша берсең болды. Өзім шатырым кетіп тұр. Осым дейтін бар ғой. Былай, короче, мен дейтін мына ауылдан кетіп қалу керек болып жатыр, бір жағдайлармен байланысты ше, сен мен үйіме қарап отыр, түсіндің ба? Мен үйім әпсетте жоқ болып кетуі мүмкін ше. Үйіңіз қарап отыр. Көп ақша тұрады ғой сіздің үйіңіз дейтін. Көп ақша тұрады, аузың жапшы. Короче, осындай ғой, мынаны қарап отырасың, короче. Осын ше, адамдар келсе кіргізбен охранниктерге де айтып қойдым ше. Охранниктерге де айтып қойдыңыз ба? Неге оларға айтасыз? Мен өзім айтпадыңыз ба? Мен өзім қарап отыратын едім ғой. Сен тупойсың ғой, білем ғой. Жарайды. Охранниктер кішкене сен. Қашан кетесіз енді? Қашан кетесіз болғанда қазір ресторанда жол жүріп бара жатырмын мен. Біреулер келсе айт. Болды, жолыңыз болсын, пока, сау болыңыз. Давай. Так. Мына көлік алып кетіп бара жатқан есі, мына ауышбек. Все, так сыр, анау кетіп қалды, кәдімгідей. Все, саған кетіп жатыр ана жаққа да. Все, сыр, қазір біз не істейтін боламыз. Қазір біз тып-тыныш үйіне кіретін боламыз да, аңыздар іздейтін боламыз. Так, все. Так, сыр, біз апсаймыз, ана жерде кедей, мыналар бір қасымызға бір дейтін бір охранникті алып алу керек. Так, алмай қойған, тыныш, все. Так, достар, бізде мынаның ішінде не бар, мынаның ішінде дым жоқ та. Қазір сыр, біз мынаның үйін тонайтын боламыз кешке дейін. И достар, біз мына жерден қашып кетеміз. Мына жерде ойбай, мынаны бәшін шығарып кетті ғой үйін дейтін. Ема десем өлім шығарып кеттім үйін бәшін. Достар, так, оның бізге сыр, оның байлығын іздеу керек. Так, оның байлықтары қайда болуы мүмкін достар. Так, мына жерде жоқ, мына жерде тоже жоқ. Так, қазір үйін бәшін шығарып кетті болса, байлығы қайда болуы мүмкін достар. Қалай ойлайсыңдар? Так, насындарамыз тоже. Так, содан байлығы қақтынан ойбай, лава жанып жатқан ес көріп қоймасын ешкім. Ё-мо, мынаусы несі? Ойбай, құдайым-ау. Так, сыр, ойлаңдаршы, сыра жазыңдаршы, байдың байлықтары қайда болуы мүмкін, сыр жазып кетіңдерші, комментарий есе жаза алсаңдар, все. Так, аса қарай жаймен түсеміз. Так, мына жерде зал. Мынаусы несі? Мынаусы несі, достар? Достар, все, біз айбай, достар, мұнан қараңдар. Маш, достар, все, біз баймыз, потому что достар, өзің көріп тұрған достар, біз ойлаңдаршы, жаңағы дейтін байдың байлықтарын тауып алдық достар. Қазір мына байлығын алып, тып-тыныш мына ауылдан
мана қаншамасы алмаз құсыр, янан барлығын алып біз мына ауылдан кетіп қалуымыз керек тезірек. Так, үстімізге киімдерді алып аламыз бәрін. Так, киімді бәрін аламыз. Так, киімді бәрін алып аламыз. Так, киімді аламыз. Так, инан бәрін қазір достар өзімге алып аламыз. Так. Достар ойлаңдаршы, ана жерде қаншама өзімнің байлығымды төлеймін еще. Так, біз ана жерде көп алмаймыз достар, потому что олар бізді менке беріп жіберуі мүмкін, біздің хозяин дейтін, яғни осы өзің көріп тұрғандай бай дейтін, өйткені ол дейтін, ол терпелі, ол дейтін, ақшасы жоқ, ақша үшін ол өледі, көтін береді ол дейтін достар. Ойбай, не айтып тастадым. Көрсе сондай. Так, ана жерде сен ана кілең сөздер мына жерде өте көп байытқан байлығымызды алып алдық да, все алып алдық, үстімізге кимей ақ қояйық достар, а то бізді охранниктер байқап қояды. Так, былай жабамыз. Так, мынаны лақтыра саламыз. Все, шығып кетеміз. Так, все, тып-тыныш, біз ешкім көрген жоқпыз. Так, охранниктер, короче, не істеңдер, сендер ана үйді охранник ете беріңдер, жарай ма? Мен өзім дейтін, яғни қазір бір жерге барып келдім, бір магазинға сушняк, пушняк, анау мынау алып, сендер бір күтіп жібермеймін ба деп ойлап отқанмын ғой, короче дейтін. Все, онда мен қазір келейін ма? Давай. Так, все, тыныш, көлік жоқ па, көлік отырамыз. Ана көлікті ала тұрайын, мен дейтін. Аха, давай, так, отырамыз. Қашық, короче, сыр, кет. Все, сыр, айбы. Достар, білмеймін, мынау не болғанын, бірақ дейтін, тып-тыныш қашып кеттік, ешқандай оқиғасыз. Ойбай, достар, не болып жатыр? Ойбай. Все, сыр, қазір жерде біз осымен видеоны аяқтасайын достар. Достар, жазып кетіңдерші комменттерге, видео қызық болған болса қызық болды деп, қызық емес болған болса қызық емес болды деп. Бірақ біздің байды тонап кеткеніміз қызық деп ойлаймын. Мынаусы несі тағы? Короче, достар, осымен видеомды аяқтаймын. Сіздермен болған бүгін Шейзи, және мен қасымда Шейзи достар. Алыншы, сау болыңыздар. Видео ұнаған болса комменттерге жазып кетіңдер. Және ана түркіді ұмытпаңыз. Алыншы, сау болыңыздар.